Армысыздар, қадірлі көпшілік. Бүгін бұл арада өткізбекші болған сұхбатымыздың негізгі тақырыбы жақыннан бергі мына әлеуметтік желіде таралып жүрген қарындасымыз Салтанат Құсманқызының ісі туралы болмақ. Мен алдымен қатысушы кісілерді таныстырып өтейін. Құнанбай Байженұлы ағамыз жазушы, қоғам белсендісі, қоғамдық әлеуметтік мәселелер көтеріп жүрген бетті беделді ағамыз. Жан Қайрат Байтолла, Атажұрт еріктілерінің мүшесі, қоғам белсендісі. Қарындасымыз Салтанат Құсманқызы және мен Ербол Дәулетбекұлы, Атажұрт еріктілерінің мүшесі. Өздеріңіз көргендеріңіз бойынша Салтанат Құсманқызы жақынғы күндерден бері әлеуметтік желі арқылы бүкіл Қазақстан қоғамынан, мемлекет президентінен, ішкі істер министрінен және басқа да құзырлы органдардан, бас прокуратурадан көмек сұрап жариялаған жан айқайы жарияланған еді. Сол барыста біз бүгін Салтанаттың өз аузынан қалайша бұл іске ілігіп қалғандығын, қалайша жалаға тап болғандығын білейік деп шақырып отырмыз. Жарайды, Салтанат, ең алдыменен қай уақыттарда Қазақстанға келдің, қалай бұл компанияға жұмысқа тұрдың, сол жақтарын бір айтып өтсең. Мен Салтанат Құсманқызы 99 жылы Қазақстанға келгем. 99 жылы келіп ары қарай жоғары оқуға Қаныш Сәтпаев атындағы университетінде, техникалық университетте 5 жыл оқу аяқталғым. 5-ші курс оқып жүрген кезінде мені сол университетте бірге оқитын жерлесім арқылы осы компания Асайға аудармашы керек екен. Соған барып көресің ба, сөйлесіп көресің ба деп жерлесім айтқаннан кейін сол кісіге сол баланың айтуы бойынша сол компания Асайды іздеп барып, сол Асқар ағамен 2004 жылы ма? Жоқ, 2005 жылы. 2005. 2005 жылы барып Асқар ағамен кезігіп, сол кісімен сөйлескем. Сосын сол кісі мені таныстырды өзінің әйелімен, Жайна апаймен. Тоқтап тұр, бұл сұхбаттың алдында Асай компаниясы туралы бір-екі ауыз таныстыру айтып өтейік. Асай компаниясы Қазақстанда Қытай техникаларын сатумен айналысатын үлкен серіктік. Асай компаниясының бұрынғы директоры, заңдық иесі, қоғамға танымал азамат марқұм Асқар Жакулин ағамыз. Бұл күндері иесі, ол кісінің жұбайы Жаңуи, қазақша аты Жайна. Бұл компания қазірде Қытайдың техникалық машиналарын саудалаумен айналысады Қазақстанда. Осылай ғой? Жарайды. Сонымен Асқар аға мені Жайна апаймен таныстырды. Осы Жайна апайға көмекші боласың, аудармашысы боласың деп жұмысқа, ертесі күннен келіп жұмысқа келіп істей бер деп айтты. Ол кезде мен әлі 5-ші курс оқып жүрген кезім. Сосын жұмысқа орналастым, келіп Жайна апайдың алдында бір столда отырып, сол кісінің айтқан жұмыстарын, сол кісінің айтқан тапсырмаларын ары қарай орындайтын. Аралықта бізде диплом қорғау жұмысы болды, бір 10 күнге сұранып, барып диплом қорғау жұмысын аяқта келіп, ары қарай 2015 жылы май айынан бастап осы компанияда жалғасты жұмыс істеп, 2015 жылға дейін жұмыс істеп келдім. 10 жыл жұмыс істедің, 10 жыл жұмыс істедім, иә. Менде қандай жұмыс? Сонда басынан бастап сен сонда компания директоры Жайнаның көмекшісі болдың, басқа компания ішінде басқа міндет берілді ма? Басқа міндет берілген жоқ, сол Жайна апайдың айтқан тапсырмасы бойынша сол кісінің жеке көмекшісі болдың. Сол кісінің аудармашысы болып жұмыс істедім. Бухгалтер, кәсір емес, иә? Иә, бухгалтер болған жоқсың, кәсір болған жоқсың. Бухгалтер, кәсір, сондай лауазым жоқ. Мен оқығаным техникалық университет. Қазына директор болған жоқсың. Ал енді ең алғаш бұл іс қалай туылды сонда? Бұл іс 2014 жылы. 2014 жылы қыркүйек айынан бастап.
2014 жылы қыркүйек айынан бастап Асқар аға денсаулығына байланысты Жайна апаймен бірге Қытайға, Японияға емделуге барып келу керек болды. Сол кездерінде Жайна апай мені шақырып, осындай біз барып емделуіміз керек, Асқар ағаны тексеріп, мүмкін больницаға жататын шығармыз біраз уақыт. Сол біз жоқ болған кездерде компанияға түскен техникалардың ақшасын сен алып үйге әкеп сақтап жүр деп маған сондай тапсырма берді. 2014 жылы 2014 жылы қыркүйек айында. 9 айдан бастап. Иә, 9 айдан бастап 9 айдың 11 күні кетті ол кісілер. Маған сол кезде өздерінің пәтерінің сыртқы есігінің бір кілті, сосын өздерінің жатын бөлмесінде бір кішкентай техникадан түскен ақшаны үйге алып келіп сақта деді. Үйге әкеп сақта деді. Иә, долларды үйге әкеп сақта деді. Ақша доллармен болды ма? Ақшаны сонда айналымды доллармен жасап отыр ғой бұлар, Иә, клиенттер доллармен төлейді ақшасын. Ақшаны теңгемен төлейтін де бар, теңгені ол банкінің счетына төлейді. Кейбір клиенттер аз сомасы теңгені кассаға кеп қыздарға төлейді. Ал долларды да кеп кассаға қыздарға төлейтін. Ал теңгені сол банкінің счетына сол күні үлгіртіп 6-ға дейін банкінің счетына салыңдар дейді. Ал долларды кел үйге әкеп сақта деп сөйтіп тапсырма берген. Долларды нақ ақша күйінше көтеріп үйге алып кетесіңдер, Нақ ақша күйінше мен кассада қыздардан қабылдап үйге алып келемін. Иә, ары қарай. Сөйтіп 9 айдың 11-нен бастап сөйтіп күнделікті түскен ақшаны долларды Күнде долларды сен үйге апарып жүрдің, ол кісілер маған Ол кездерде көп болғанда қанша ақша болады? Мәселен, әр күні кеште алып кетесің долларды. Әр күні бір техника, мысалы, ол кезде фронтальный погрузчик бір 50 неше мың доллардай болады. 50 неше мыңдар болады. Кейбіреуі басқа бір андай жеңіл кара дейміз. Екіден үштен алады ғой сонда. Оны бір 20 неше мың доллар болады. Онан кейін тағы да бір клиент болды, Ақтаудан келген клиент. Бір күнде 135 мың 500 доллар төлеген болды. 3 техникалық кеткен болды. Сонда 100 неше мың доллар сен көтеріп жүресің ба? Сен алып кетесің ба? Иә, 100 неше мың доллар сен жек бір өзің, Бір өзім, мынандай кәдімгі дорожный сумка сияқты болады. Сол бір сумкаға салып, үйге алып барып, үйде айтқан жерлеріне барып сақтап жүрген. 100 қанша мың доллар компаниядан аласың, одан үйге апарасың, қоясың, Сонда компаниядан ешкім саған қарсы айтпай ма? Қарсы сөз айтпаймын, сен мынау нақ ақша көтеріп жүру деген 100 қанша мың доллар, сен бір кішкене қыз баласың ол кезде. Сен қанша жастасың сол 2014 жылы? 2014 жылы мен 80 жылымын ғой. 2014 жылы 34 жастасың, 34 жастасың. Енді сонда да, сен үшін ол қауіпті ғой. Әр күні 100 қанша мың долларды қалтаға салып жүру, пакетке салып жүру деген ол сен үшін үлкен қауіп. Оған ешкім қой деген жоқ, ешкім айтқан жоқ. Қой деген жоқ, маған енді Жайна апайдың берген тапсырмасы. Бірақ орналастыруды солай орналастырады. Ол кезде Жайна не істейді? Жайна апай ол кезде компанияда ешқандай андай жын-шуғын емес. Тек қана Асқардың әйелі ретінде бұйрық бере береді, саған нақ ақшаны үйге алып кел дейді. Иә, ары қарай. Нақты қызметі жоқ, ол кезде үлкен Жайна апай Қытайдың азаматы қалмаған. Ол кезде ол Қытайдың азаматы. Иә. Сонымен 2010 желтоқсан айында 9 айдан бастап солай ақша жиналды. Аралығында ол кісілер келіп кетіп жүрді. Келіп кетіп жүрген кезде мен Жайна апайға кеш жақын олар самолеттан келгеннен кейін үйге келеді. Сосын мен айтам, Жайна апай ана кішкентай бөлмеде осы уақытқа дейін жиналған 200 қанша мың доллар немесе 300 қанша мың доллар бар. Міне үйлеріңіздің кілті деп тапсырып, мен өз үйіме кетіп қалатынмын сол күні. Ертесі күні Жайна апай жұмысқа келгеннен кейін бізде мынандай кәдімгі A4 тетрадпен жасалған журнал бар. Сол журнал бар, қыздар есеп жазып жүретін. Сол жерде сол журнал бойынша қабылдаған ақша мен үйдегі ақша екеуі сәйкес деп Жайна апай сол журналға қол қойып беретін. Мына ақшаны мен алдым деп ол кісі қол қойып береді ғой. Сол журналға қол қойып береді. Үйдегі ақшаға санап көз жеткеннен кейін, мына журналдағы ақшамен бірдей екен деп журналға Жайна апай өзі қол қояды екен. Мына күнді шоулы қанша доллар деп, қанша доллар қабылдадым деп ол Жайна апай қол қояды. Аралығында Қытайдан қайтып келгеннен кейін. Одан кейін 11-ші ай ма 10-ші айдың аяғында ол кісілер тағы да Қытайға кетті. 10-ші айдың басында ма еді. Сол кезде тағы да мені үйлеріне шақырып алып, Асқар аға мен Жайна апай осылай тағы да сөйтіп бұрынғыдай тапсырма берді, кілттерін тастады. Міне ақшаны тағы да осылай жинайсың деп. 11-ші айдың 20 нешесі тағы қайтып келді, Японияда емделіп. Тағы солай алдыңғыдай мен өткізіп, ақшаларын өткізіп
кілтін өткізіп ертесі күні журналға қол қойдыртып солай болды. Ең соңғы рет сол 2014 жылы желтоқсан айының басында кетті ол кісілер. Басында кетті. Желтоқсан айына бір ай бойы жиналған ақша, техникадан түскен ақша бар. Онан кейін бір Асқар ағаның бір танысы Серік деген кісі. Сол кісінің бір қайтарған 150 мың доллардай ақша бар. Оны сол ол кісі 50 мың доллардай әкеп өткізіп отыратын кассаға. Сол өткізген күні біз Асқар аға мен Жанапайға айтатынбыз. Міне Серік аға 50 мың доллар әкеп өткізді десек, онда Қытайдағы өздерінің филиал компаниясының бухгалтеріне айтыңдар, бұл ақша 50 мың долларды біз қабылдап алдық, енді Қытайдан ары қарай Турцияға ақшаны жібере берсін деп сөйтіп айтатын. Енді біз білмейміз ол қандай ақша екен. Мен енді сол бастықтың айтқан жұмысы бойынша сөйтіп. Түркияда ақша жоқ. Сен бұл көпігерде бұл қаржылық қылмыс. Сен қаржы полициясына барып арыз жасаң, жайына пәйнәсімен бытсын шығарады. Қолыңда кесте ақша қолғаған бітте қалдық бар ма, саған куә болады бұл нәрсе. Бұл деген көпігерде бұл фирманың істеп отырған төте мемлекеттен қаржы жасырған қылмыс бұл. Сен осыны білесің бе? Саған жала жапқанды қойып өздері сипап артын таба алмай қалады. Мына мәселені дереу қаржы полициясына бар да арыз жаз. Қолыңда кесте болса, міне кесте. Бір жаман парақ қағаз болса қол қойып берген, сондай сақта қалған бірдеңкең бар шығар, апар да көрсет болды. Тоқтаңыз. Мына жерде сол 12 айда болған ең соңғы оқиға. Ең соңғы 12 айда сен желтоқсан айында Қайсы жыл жинаған осы? ақшаны 2014 жылы 12 айдың 31 күні, иә? 31-не дейін жиналған бір 510 мың доллар бар. Оның арасында сонда 510 мың долларды сен және ақша күйінде ұстап жүрдің, ә? 510 мың доллар, оның арасында 12 айдың ай бойы бізде компанияда шығындар да бар. Иә. Мысалы, Қорғасқа техниканы алып келу үшін логистер келіп ақша алады, таможняға ақша береміз дейді, жолда гайларға ақша береміз дейді. Алматыда бір бөлім техника Алматыда растаможка жасағаннан кейін Алматыдағы таможняларға беретін ақшалар бар дейді. Сөйтіп біраз шығындар бар. Оның үстіне тағы да желтоқсан ай бойы техника сататын менеджерларға беретін нелер бар, бонустар бар, шығындары бар. Соның бәрін шығарып тастағанда айлықтары теңгемен карточкаларына түседі. Одан айлықтарынан тыс оларға төлейтін техника сататын менеджерға беретін доллармен төлейтін ақшалар бар. Солардың барын алып тастаған кезде сол 430 мың доллар. 430 мың доллар сенің қолыңда болды, желтоқсан айының 31-не дейін сол 430 мың доллар сол Асқар ағаның үйінде сол жиналған ақша. Үйіне сен жинап отырдың. Жинап отырған. Жиналған жалпы ақша 430 мың доллар болды, иә? 430 мың доллар. Үйінде сақтады оны. 430 мың доллар, де? Сол 430 мың доллар ұрланды ғой. Сол 430 мың доллар сол желтоқсан айының 31-нен 2014 жылы желтоқсан айының 31-нен 2015 жылы 1 айының 2-сіне дейін сол аралығында ұрланды. Ол кезде үйде адам болмады. Үйде адам болған жоқ. Бірақ мен ең соңында желтоқсан айының 31 күні түсте үйден шыққан кезде мен ол кішкентай гардеробный бөлмеде 430 мың долларды былай пачкамен санап көріп кеткен. Коробканың ішінде тұрған. Есікті құлтап, терезесін тексеріп, сосын кейін ауылдағы әкеме, ол кезде әкем ауырып жатқан, сол кісінің денсаулығын сұрайын деп сол ауылға кеткен болды. 2015 жылы 2 қаңтар күні үйге келген кезде сол есікті кілтпен аштым ол кезде тағы да. Сау есік. Кілтпен ашқан кезде сразу оны неде залда телевизордың қосылып тұрғанын көрдім. Оны көрсіп, сосын өзім шошып кетіп дереу ана кішкентай Асқар аға мен Жанапайдың жатын бөлмесіндегі кішкентай бөлмеге бардым. Оның бөлменің есігінде де кілтпен аштым. Кілтпен ашып қарасам, ол сол шкафтың ішінде, сейфтің үстіне сақтап қойған сол 430 мың доллар коробкасы ғана бос тұр, ақша жоқ болған. Ал сол кезде мен дереу шығып компанияның замдиректорге звондадым. Шакирева Мархабат деген кісіге. Звондасам, мен ауылда жүрмін, мен жаңа жыл тойлатып жүрмін, мен келе алмаймын. Қазір главный бухгалтер жіберем, Атыраубаева деп. Сол барады деп айтты. Сен астаға түсіп, ана вахтершыға осындай ұрлық болғанын айт, сосын милицияға звондады. Соң астаға түсіп, вахтершыларға ұрлық болғанын айтып, сол вахтершымен бірге милицияға 102-ге звондадым. Соң олар келді, барлық жерге қол саусақ іздерін алды, менен хаттама алды, андай
тергеу ана милиция келіп хаттама толтырды, мен түсіндіріп отырмын қазақша, ол кісі өзі бірдеңке жазып отырды. Сонымен ол 2015 бірінші айның 2-сі күні сол болған, ұрлық болған. Сол күні болған жағдай. Ары қарай компанияның бас бухгалтері Атыраубаевадай ол кісі де келді. Келгеннен кейін мені жеке неге шақырып алып, басқа бір бөлмеге шақырып алып, сен бұл ақша компанияның ақшасы деп айтпа деп айтты. Ол Асқар ағаның өзінің қалдырып кеткен ақшасы, компанияның ақшасы деп айтпа. Бізге ондай техниканы доллармен сатуға болмайды. Оны бізге ондай проблема керек емес. Сен бұл компанияның ақшасы демей, Асқар ағаның өзінің қалдырып кеткен, мына жақта үйіне ремонт жасауға керек болады деп қалдырып кеткен ақша. Болмаса ол техника сатқан ақша, ол ашық тұр. Ол ашық тұр, ол жаңа компанияда бүкіл журналда жазылып тұр. Жазылып тұр, ашық ол. Сөйтіп айтқаннан кейін мен ол кезде мен бірінші осындай жағдайға бірінші тап болған кейін мен ол жерде білмедім, сол кім Атыраубаеваның айтқан бойынша, бас бухгалтердің айтқан бойынша сөйтіп милицияға сондай жауап берген болатын сол бірінші айның 2-сі күні. Ал ертесі күні, 3-ші күні мен есімде милиция тағы да компанияға жұмыс орнына шақырды. Тағы да осы ұрлық бойынша шақырған кезде жолда мен Асқар ағаға сообщение жазғаным бар. Ол кісі ол кезде Қытайда. Асқар аға қазір бізді милиция шақырып жатыр. Кеше маған бас бухгалтер осылай деп айт деген еді. Қазір милиция сұраса мен тағы қалай айтам, не деп айтам деген кезде Асқар аға сол мархабаттармен, зам директормен бас бухгалтерлардың айтқан бойынша сөйтіп айт деп айтты. Содан кейін мен тағы да солай жауап бердім. Милицияға сен жеке ақшасы деп айттың, компанияның ақшасы емес дедің. Компания ақшасы емес, ол Асқар ағаның жеке ақшасы, қалдырып кеткен деп ақшасы деп айттым. Ары қарай қарасам, уже тергеу барысында уже барлығы маған қарсы келетін болғаннан кейін мен үйдегілер де сөйтіп айтты, неге сен шындықты айтпайсың, неге бұл жерде не болған соң бәрін шындығын айтуың керек дегеннен кейін ерте тағы бір күні өзім милицияны іздеп барып жұмыс орнына мен ана хаттаманы қайтадан менен хаттама алып сұрақ жауап алып, сол кезде мен барлық шындық бойынша, журнал бойынша бұл 430 мың доллар қалай жиналған, қалай кеткен деген барлығын тізіп тұрып айтып беріп отыр. Ол Асқар ағаның қалдырған ақшасы емес, бұл компанияның техниканың сатылымынан түскен ақшасы деп барлығын тізіп тұрып айтып берген. Сонымен 2015 жылы тергеу жұмысы бастады, ары қарай ұрлық бойынша. Оның аралығында 2015 жылы 3-ші айдың 16-сын нақтырақ айтқан кезде, 3-ші айдың 16-сы мен жұмыста болған кезде. 2015 ұрлық болғаннан кейін мені уже басқа компаниядан мен қолымдағы жұмыстарды басқа қыздарға бөліп тарқатып тастады, мен ана жерде ешқандай жұмыссыз отырдым. Жай компьютердің алдында қарап отырдым. Сонымен 2015 жылы 3-ші айдың 16-сы мені зам директор Шакирева Мархабат, сосын тағы да бір бухгалтер Нұрманбаева Шамша деген екеуі мені өздерінің Мархабаттың өзінің кабинетіне шақырып алып 7-8 шығыс кассалық ордерге қол қойдырды, талап етті маған осыға қағаздарға қол қойып бер деп. Мынау біз жылдық есеп жауабымыз керек. Мына бізге финансовый полициядан тексеру келсе бізге қиын болады. Оны бастықтар бәрі біледі. Мына жерге бухгалтер де қол қояды, зам директор де қол қояды, бәріміз қол қоямыз. Сен де қол қой. Біз мына есепті бастықтар келгенше біз жылдық есепті жауып тастауымыз керек. Асқар ағалар келген соң өздері реттейді бұны дейді. Мен соған сеніп сол 7-8 қағазға қол қойып бердім. Оның шығыс кассалық ордер жалпы сумасы 77 миллион 400 мың теңге. Сонда 77 миллион бұл кассада мен бұл ақшаны алған 400 мың теңгені кассадан кем болды деп соған қол қойғызды ғой саған, Білмеймін, өздері бір жасаған қағаздар. Сен оны толық білмедің. Не екенін, ұрлады деп жазған шығар. Жоқ, ол шығыс кассадан алды деп қол қойғызып отыр ғой, алдым деп. Алды деп қол қойды. Бірақ та мен бұл кассадан бұл ақша алған жоқпын. Кассада бұл 77 миллион 400 мың туралы бір 77 миллионның сенімен қатысы жоқ. Сенімен қатысы жоқ. Сенің жинағаның 430 мың доллар. Мен жинағам, үйге апарып жинағаным сол 430 мың доллар. Клиенттен сатылымнан түскен. Мына 77 миллион теңгемен қатысы жоқ. Соған қол қойғызып отыр ғой. Қол қойғызып отыр, иә. Ары қарай қол қойғаннан кейін 2015 жылы 5-ші айда мені зам директор Шакирева Мархабат сен жұмыстан боссың деп мені жұмыстан шығарып жіберді. Сосын 2015 жылы 10-ші айда маған азаматтық соттан, мына Әуезов ауданынан соттан қағаз келді.
азаматтық сотқа шақырып жатыр деп. Сол кезде ғана бірақ білдім мен сол 77 миллион 400 мың теңге қойған қағазымды пайдаланып олар мені азаматтық сотқа берген. Ол кезде 77 миллион теңгені сені компаниядан қымқырды деп берді ма сотқа? Жоқ. 77 миллион 400 мың теңгені салтанат компаниядан алып кетті, қайтарған жоқ деп солай Алып сотқа. кетті болғанда сонда олар не қарызға берді болды ма? Жоқ. Мен алмаған ақшаны. Жоқ, сонда деймін, бұлар өз-өзінен алып кетті деймі компаниядан? Иә, Сен компаниядан қалай алып алып кетесің кетті. компаниядан? Мен жинаған үйге барып сақтаған ақшам 400 Ол бөлек ақша ғой, мәселен ол жоғалды, ол кетті. Мынау енді сен ол алып кетті десе 77 миллион теңген, ол жерде директор бар, бухгалтер бар, кассир бар. Солар саған ұстатып қоймайды ғой. Жаңағы қағазда чатақ бар ғой, қол қойдырған. Иә, сонда алдым деп қол қойғызған. қойып Иә, алдым деп қол қойған. Сонда алатын оны сот салтанатта бұлжытпай, оны соны орындап береді. алатын құқығы азаматтық жоқ сотта қой. солай істеді, иә. Бірақ азаматтық сотта біз бірнеше дәлелдер апарып бердік. Бұл 77 миллион теңге кассада болмаған, компанияның есебінде болған жоқ. Оны азаматтық сотта біз талап еттік. Компанияның бухгалтерлық сараптамасын жүргізсін деп. Оны азаматтық сот бас тартты сараптама жүргізуден. Иә, Оның сенің үстіне бұл қолың 77 миллион болғандықтан теңге бізге теңге күйінше емес, бізге доллар күйінше түскен клиенттен деп. Мен бірнеше клиенттен, Шымкенттегі бірнеше клиенттерден андай нотариустан анықтама алып келген. Иә, біз нақты осы компанияға доллармен ақша бердік деген. төледік. Бізге договор теңгемен жасалынған, бірақ та біз ақшаны доллармен төледік деп бірнеше клиенттен алып келген қағазымызды сотқа өткізгенбіз адвокат арқылы. Бірақ ол азаматтық сотта сол қағазды тіркемепті. Оның тіркемегенін мен осы жақындағы қылмыстық сотта азаматтық соттың 8 томын адвокатпен бірге барып, өзі ауданына барып азаматтық істің 8 томмен танысқан кезде ғана білдім, ол сол алдыңғы біздің ұсынған сол дәлелдерімізді ешқайсысын сотта тікпеген, соттың іс қағазына тікпеген. Ол дәлелдерің өзіңде бар ма қазір? Ол дәлелде міне қазіргі қылмыстық істе тағы да сол кісілермен хабарласып, тағы да бір рет жасап берді. Нотариусқа барып жасап, дәлелдеп жасап берді. Оны осы қылмыстық іске. Көпиесі бар ма сен? Көшірмесі бар, алып қалдым. Осы жолы мен сотқа көшірмесін ғана өткізіп, өзім түпнұсқасын өзім алып қалдым. Алдыңғы оригиналын аналар жоғалтып жіберді. Алдыңғы оригиналын сол сотқа өткізген, бірақ та сот тіркемеген. Тіркемей ақ жоғалтып жіберіп отыр. Иә. Ақша. Иә. Енді қазір не болып жатыр бұның жағдайы сонда? Қазір азаматтық сот 2015 жылы 10 айдан 2016 жылы март 3 айға дейін азаматтық сот болып 3 айда шешім шығарды. Менің мойныма 77 миллион 400 мың теңге іліп қойды, сен төлейсің деп. Менің ана жалғыз ипотекада тұрған пәтерімді арестке қойды, мен бүкіл счеттарымды арестке қойды. Бірнеше сот орындаушылар жіберді сотқа, үйге, пәтерлерді суретке түсіріп, пәтерге. Бұл 2015-16 жылғы әңгіме. Содан бері солар сот орындаушылар арқылы қузап қана отыр, әзірге дейін. Сенің? Осы азаматтық іс бойынша сот орындаушы. Ана 77 миллион теңгені төлейсің дейді. Иә. 77 миллион 400 мың теңге аналар қол қойғызып алған, өздері жасаған. Оның арасында сол 2018 жылға дейін тергеу жұмысы әлі қосымша жүріп отыр бірге. 2017 жылы нешінші есімде жоқ, осы ұрлық бойынша тергеуші менің адвокатым айтыпты, ұрлық бойынша іс қысқарды деп. Үйдегі ұрлық қысқарып кетті, 430 мың доллар қысқарып кетті. Болған жоқ. Ұрлық болған жоқ. Ұрлық болмайды дейді. Доллар болған Кім жоқ. қысқартты оны? Сот? Жоқ, ол милиция қысқартады ғой. Тергеу жұмысы бар. Милиция қысқартып отыр ана. Сот Тергеуші. Ішкі істер. Тергеуші Бостандық ауданының тергеушісі. Бекбалаев Жасұлан деген. Ішкі істер ме? Ішкі істер. Бұл екі ақша болып кетеді деп отыр ғой олар. Біреу ұрлап, онда сен 150 мың доллар. 860 мың доллар болады. 860 мың доллар болғалы отыр ол, екі еселен. Соны біреуін қысқартып ұстап отыр ғой, мына біреуін. Ұрлықты қысқартып отыр. Болған ұрлықты болмады деп. Алмаған ақшаны алды деп. Өздері алды ғой оны. Жаңағы компанияның иелері. Кілт жасап сонда бұл жерде ең үлкен әңгіме анау 430 мың доллардың ұрлығы қалай қысқарып кетеді?
үйден жоғалған. Соны айтам. Ол тексерілмейді, біреудің мойнын арту керек қой. Иә. Ол ақшаны не сен ұрладың деп сенің мойның артқан жоқ қой. артқан жоқ. Әне. Сонда қайда кетті 430 мың доллар? Оны кім қысқартты? 2017 жылы бұл ұрлықты қысқартып жіберіп, сосын ары қарай 2017 жылы Жаңғой Жайнапай ішкі істерге арыз беріпті. Салтанат алаяқтық жасады деп. Салтанатпен Есен деген жүргізуші болған, Асқар ағаның жеке жүргізушісі. Сол екеуі Салтанат компаниядан 77 миллион теңгені алып, долларға айырбастап, үйге апарып сақтап, сол Есен екеуі сол Салтанатқа тапсырып кеткен кілттерді пайдаланып, жаңа жылдың осы аралығында, 2-3 күн аралығында үйге келіп, сол 430 мың долларды ұрлап, содан кейін бұл ақша ұрланды деп Салтанат милицияға жалған мәлімет берді деп сөйтіп арыз жазыпты. Алаяқтық жасады. Камера жоқ. Камера бар үйде. Бар, бүкіл Бірақ камера бар. та камера бар, бірақ та запись жоқ деп шықты. Ол жерде камера тек қана Ол вахтерші алдында жоғалды деп мәлімдемеген және. Салтанат теңгені долларға айырбастап, долларды апарып ұрлық сөйтіп жасайды екен сонда. Теңгені долларға айландырады екен бұл. Одан кейін бұл сонда Салтанат долларға ұрлайды екен да, теңге болса ұрламайды екен. Ұрламайды. Сондай әңгіме шығып отыр. Солай шығып. Есен екеуі дейді. Анша теңгені 77 миллион теңгені 430 мың долларға айырбастапты. Одан кейін долларды апарып қойып өздері ұрлапты. сөйтіп милицияға Одан милицияға өздері ұрлап алып, өздері мәлімдепті. Солай істеді. Енді сол бойынша милиция неге іс қозғамайды? Жоғалды деген кезде үйдің камерасы бар, сырттың камерасы бар. Үйде камера, сигнализация ештеңе жоқ. Ана сол Асқар ағаның үйіндегі сол қабат үйде кіреберісте ана вахтерлар отыратын жерде сол жерде камера бар дейді. Бірақ ол камера тек қана компьютердан көріп қана отырады, кім кірді, кім шықты. Ол жерде ешқандай жазба жоқ. Соншалықты ақша сақтап жүрген кезде үйіне камера орнатпай ма? Ол кісілер бұрыннан бері сол үйлерді сол үйге тасып сөйтіп сақтап жүреді. Сонша ақшаны мемлекеттен ұрлапты ғой бұлар. Ұрлық қой. Сонда одан кейін бұлар 18 жыл және беріп отыр сотқа сені. 18 жыл міне осы жылы ғой. Қылмыстық іс бойынша. Қылмыстық іс бойынша сол 2 айыппен мені сотқа берді. 18 жылы желтоқсан айының 28-інде. Не деп бересіз сен? 77 миллион миллион теңгені жымқырды деп бір айыппен. Иә. Одан кейін көрнеу жалған сөз жеткізді деп екінші айыппен. 2 айыппен мені қазір сотқа беріп отыр. 2019 жылы осы биыл бірінші айдың 13-нен бастап қазірге міне 6 айдың 20-шесіне дейін 6 ай болды бұл сот. Сотқа сүйреп жатқан. Тергеуде ме, сотта ма? Сотта. Сот қаралып жатыр ма? Сот қаралды, сотқа сүйреп жатыр ғой. Былайша айтқан 77 миллион теңгені жымқырды Сотта деп. бүкіл компанияның куәгерлері шақырылды. Зам директор, бухгалтер, 2 бухгалтер, ана логистиктерді, водительдер бәрі шақырылды. Даже сол кезде жаңа айтып кеткен журнал бойынша Дәулетхан Мөлдір деген қыздың, сол қыздың толтырып жатқан журнал бойынша сол қызды да шақырды. Сол журнал бойынша бәрінен сұраған кезде барлығы жоққа шығарып отыр. Бізде мынандай журнал жоқ дейді бухгалтер. Біздегі журнал мынандай деп өздерінің бухгалтерлық нақты официальный журналын көрсетіп отыр. Әмелетте біз ондай журналмен қолданған жоқпыз. Біздегісі кәдімгі атты дәптердегі журнал. Біз ешқашан мынандай журнал қолданған жоқпыз. Компания директорының ақша ұстатуы дұрыс емес қой. Бухгалтер емес, кәсір емес. Жоқ, бұл жерде үлкен әңгіме тұр. Қараңыз, анау 430 мың долларды Салтанаттың ұстауы 100% қате. Ол компанияға түскен ақша бәрі компанияның шотына түсу керек. Иә. Нақ ақша жүргеннен кейін бұл жерде былық бар деген сөз. Бұл жерде ұрлық бар. Бірінші теңгемен жүру керек Қазақстан Республикасының ішінде. Екіншісі заң бойынша шот ұрлау дегенде де бар. Иә, шотпен жүру керек. Оны төлеген адам, компания бұл жеке адам емес қой, бұл базарда сатып отырған жоқ. Сен доказать ете алсаң. Бұл базарда сатып отырған бір чал бар, бір жейде емес. Мәселен, сен 5000 теңгеге сатып ала салатын. Бұл компания тұр, тіркелген. Қазақстан Республикасында тіркелген ірі компания бұл. Бұл компанияның есеп шоты бар. Сол есеп шотқа ақша төлеу арқылы ана техниканы алып шығып кетесіз. Бұлар олай істемеген. Келіскенде ақшасын алып алған. Долларменен. Черный касса. Иә. Черный касса дейді, қазақша шағын қазына дейді, қытайша шяожинку дейді оны. Соның бәрі 430 мың долларды Салтанатқа ұстатып қою. Бұл бірінші үлкен қателік. Қылмыс, былайша айтқанда.
үйде қанбай үйде камера жоқ. не деген бейғам дене үшін камера. Ол ақшаны Қытай арқылы Түркияға жүткеп отырған. Қытайдағы өздерінің үрімжідегі компания бар, Синамаш деген. Сол бухгалтерін айтты дейді. Сол Қытай, біз мына жақтан біз $50,000 алдық, сен ана жақтан Түркияға осындай $50,000 жібер деп. Бұлық көбі. Бұл енді бұл істің бұл бергі беті ғана. Алдағы жерде бұл істің арғы жағы толық ашылады деген үмітіміз бар. Бүгін енді салтанаттан біз осыншалық қана жағдай иелейік. Бұл жалпы барысы істің. Арғы бергісін бізде білмегендіктен, бізде түсінбегендіктен біз оған анализ жасап, талдау жасап, біреуді қаралау, біреуді жалалаудан аулақпыз. Біз біріншісі салтанат қарындасымыздың нақақ шырылдап күйіп кетпеу үшін, біреудің жаласында қалмау үшін, барлығы да айдан анық күйде болса екен аққа жақ болайық деген үлкен ойменен осы сұхбатты өткізіп отырмыз. Ары қарай Қазақстан Республикасының құзырлы органдарынан бұл істі нақтылы анықтап шығып, қарындасымыздың басын бұл пәледен адалайды деген үлкен үмітіміз бар. Қош, сау болыңыз.